Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді салатын боламыз. Оның үстіне қантымызды, ашытқы яғни дрожжымызды салып, тұзымызды салып дәміне қарай шамалы жылы су құйып жібереміз. Бір дана жұмыртқамызды салып, сұйық майымыздан да кішкене қосып жіберетін боламыз. Бір қасықтай майонез салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп, бір сағаттай ашытып аламыз. Мінекей достар, менің қамырым бір сағаттай тұрып ашыды, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осыны 3-4 бөлікке бөліп, әр бөлігін біртіндеп жайып кесетін боламыз. Мен бокалдың көмегімен кесіп алып жатырмын. Егер сіздер де өз еріктеріңізде пышақтың көмегімен 4 бұрышты қылып кесіп алсаңыздар да болады. Қызып тұрған тапамызға 2 шетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, бауырсақтарымыз қып-қызыл болып, өте әдемі болып көтеріліп жатыр. Міне достар, дайын болды. Бауырсағымыз өте дәмді әрі тойымды, ерекше болып піседі. Сіздерге де менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.